Осы видеоны көрген құрметті халық қалаулылары, яғни депутаттар, ұрпағымызға қандай тәлім тәрбие беріп жатырмыз? Көрмесеңіз, көрмеуіңізге болады. Бұл қалаулымның рейтингі ең жоғары. Енді біздің келесі қадам пикет жасап, митинг жасауға мәжбүр боламыз. Армысыздар қандастар, бүгінгі менің видеом халық қалаулылары, яғни депутаттарға және де ақпарат министрі Дәурен Әскербекұлына арналады. Мен өзім бір істі бастағаннан кейін орта жолдан тастап кеткенді ұнатпаймын. Мен осыдан бір айға жуық бұрын қалаулым жобасы жайлы видео түсіріп едім. Соны 600 мыңнан астам адам көріп, соның 50 мыңға жуығы бұл айтып жатқаныңыз дұрыс, қалаулым жабылсын деп лайк басты, және де 20 мыңнан астам адам түрлі комментарийлер жазды. Соның ішінде керемет жанайғайы да бар. Мені қуантқаны, халықты тек қана әлеуметтік жағдай, яғни қарын мәселесі ғана емес, жан азығы да мазалайды екен. Ұрпағымызға қандай тәлім тәрбие беріп жатырмыз? Қазір жасыратын жоқ, біздің өскелең ұрпақты, жалпы халқымызды тәрбиелеуге әлеуметтік желі мен теледидардың алатын орны орасан зор. Енді халық менің жекеме шығып жазып жатыр. Айналайын Ахметбек, егер қолынан кемесе бұндай істі неменеге бастайсың? Халықты біраз шулаттың, қане шыққан бұдан нәтиже? Ешкімде құлақ аспады. Ары қарай бұны жететін жеріне дейін жеткізу керек. Орта жолда әлде тастап кетесің бе деген сияқты. Түрлі жазбаларды менің көмекшіме, менің өзіме, жекеме бұрқыратып жазып жатыр. Олардың көбінің келтіретін уәжі, міне 600 мың астам адам көрген видеоны депутаттардың көрмеуі, болмаса ақпарат министрінің көрмеуі мүмкін емес. Қалаулым жабылсын, және сондай заң шықсын деген адамдар қол көтерейікші. Қалаулымға келсек, әрине сізге ұнамайды. Көрмесеңіз, көрмеуіңізге болады ол бағдарламаны. Бірақ бұл қалаулымның рейтингі ең жоғары. Басқа ток-шоулардың ішінде ең жоғары рейтинг. Бірде-бір телеканалда 3 сағат бойы көрерменнің назарын ұстап отыратын бағдарлама жоқ. Енді біз бір-бірімізге жағуымыз мүмкін, бірақ анда сәл шөжелері бар екен, сол шатақ екен да. Сіз бұлай істей алмайсыз ба? Өзіңіздің бала-шағаңызды тастап Жанна ханымға барамайсыз ба? Айтып отырмын, келе жатырмын ғой. Келатсыз ба? Енді біздің келесі қадам алматылықтар түгел жиналып, сол қалаулым түсіріп жатқан жерді тауып алып, сол жерден митинг ұйымдастырайық, пикет жасайық дейді. Мен оларды әзірге тоқтатып отырмын. Мен айттым, мен келесі қадамым, мен депутаттар мен министрге осы видео арқылы сіздердің жан айқайларыңызды, сіздердің талаптарыңызды жеткізейін дедім. Айқай шуы қызып жатыр ортаны. Ол ортадан алсын кімдер мол тәлім. Осы күннің бет бейнесі осындай, болашақта кім боламыз? Қорқамын. Осы видеоны көрген құрметті қандастар, араларыңызда депутат таныстарыңыз болса, Дәурен Әскербекұлын бізде тек дейміз, сіздерде назарына түсірсеңіздер екен. Біз кереметтей бір қиын, үлкен мәселені қойып отырған жоқпыз ғой. Қарапайым ғана коммерциялық бір жоба, халыққа орасан зор зиянын тигізіп, халықты улап жатқан, ата салтынан, дәстүрінен, мәдениетінен айырып жатқан хабарды жабуды ғана өтініп сұрап отырмыз. Бұл керемет қиын шаруа емес деп ойлаймын. Депутаттардың ішінде әсіресе азулы айтары бар Бекболат Тілеухан бауырым, саған арнайы өтініш жасаймын. Сен осыны көріп жүрсің, жеріне жеткізіп айтып, биліктен талап ете алатын бірден бір азамат өзіңсің ғой. Осы халық сұраса хан түйесін сояды дейді ғой. Біз түйесін сой деп отырған жоқпыз. Қарапайым ғана бір біздің ұрпағымызды улап жатқан бір хабарды жабыңыздаршы. Осылай заң шығарыңыздар, және де тек қана қалаулым емес,
дәл осындай хабарлардың экранға шығуын тексеретін арнайы комиссия құрып, солардың рұқсатымен ғана шығаратын бір заң қабылдансын деп өтінеміз. Өйткені біз балаларымызға, өскелең ұрпаққа теледидарды көрме, болмаса оның YouTube желісіндегі бағдарламасын көрме деп тыйым сала алмаймыз. Менің YouTube, Instagram, Facebook сияқты әлеуметтік желілерімдегі көрермендердің, оқушылардың саны миллионға жетіп жығылады. Мен солардың талабын, мұң-мұқтажын жеткізуші қарапайым ғана қазақтың бір азаматымын. Әр азамат өзінің құқығын осылай қорғауға тиіс деп ойлаймын. Сол халықтың жан айқайын, өтінішін сіздерге жеткізіп жатырмын. Енді жауап сіздерден міндетті түрде болады деген сенімдемін. Болмаса біз қалаулым түсіріліп жатқан киностудияны тауып алып, сол жерге барып, пикет жасап, митинг жасауға мәжбүр боламыз. Әрине мына коронавирус тоқтағаннан кейін. Өйткені мен бір істі бастағаннан кейін, соңына дейін жеткізуге қайткенде тырысамын. Бар жанымды саламын. Осы видеоны көріп отырған құрметті қандастар, астында комментарийға ақпарат министрі Дәурен Әскербекұлын және депутат таныстарыңыздың аттарын жазып, қалаулым жабылуға үлес қосыңыздар, қаулы қабылдаңыздар деп өз пікірлеріңізді тағы да бір рет жазып кетсеңіздер, және таныстарыңызға таратып, осы халқымызды, болашақ ұрпағымызды улап жатқан бір хабарды жабуға ел болып, жұмылып, тізе қоса қимылдайық.